Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Али. Бүгінгі айтылатын тақырып асфиксия. Асфиксия кезінде дәрігерге дейінгі көмек. Яғни асфиксияның балдарда кездесетін түрінде дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз. Осы туралы айтатын боламыз. Жалпы асфиксия дегеніміз не? Асфиксия дегеніміз, яғни адамның кішкентай баланың бір ойнап отқан кезде бөгде затты жұтып қою салдарынан оның ауа жетпей тұншығуы, яғни тыныс алу жолына бөгде бір заттың тұрып қалуынан нәтижесінде дамиды көп жағдайда. Кішкентай балдарда бұл көптеп кездеседі, яғни кішкентай балдардың өлімнің 80-90% көп жағдайда осы асфиксиядан дамиды. Не себепті? Яғни кішкентай бала, мысалға алайық, бір жерде отырып, яғни ойыншықпен ойнап отырып, оның бір бөлігін жұтып қояды. Бұндай кезде анасы қарап қалай көмек көрсететінін білмейді. Соның нәтижесінде бала шашалып, одан кейін көгеріп, ауа жетпей қайтыс болып жатады. Ал енді осы асфиксия кезінде балаларда дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз? Осы туралы айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Асфиксия түрлі жағдайда кездесуі мүмкін. Мәселен, анасы бұл кезде баланы білуі мүмкін, бірдеңе жұтып қойып тұншығып жатқанын. Яғни ондай кезде қалай болады? Ал кей жағдайда бала көгеріп, ес-түсін жоғалтып алған болады. Яғни ес-түсі жатады. Бұндай кезде оның бір зат, бөгде зат жұтып қойған қайдан білеміз? Бұл кезде дереу тез арада келіп баланың басын көтеріп, 5 рет дем береміз. Одан кейін дем беріп тұрып, баланың кеудесіне қараймыз. Егерде кеуде экскурсиясы деп айтады. Баланың кеудесі көтерілмейтін болса, онда тыныс алу жолында бөгде бір зат тұр. Бұл кезде сол арқылы білеміз. Және енді осы асфиксия кезінде бөгде зат жұтып қойғанда қалай көмектесеміз? Ең алдымен баланы қолымызға аламыз. Осы бағытта. Басын төменде қоямыз, және арқасынан екі жауырын арасынан қапсыра 5 рет соққы жасаймыз. Және баланы екінші қолымызға жатқызып, кеудесі, іштің кіндікпен төстің семсет тәрізді төсініс аймағынан 5 рет басамыз. Ортаңғы және сұқ саусақтың көмегімен. Және қайтадан қаратып 5 рет ұрамыз. Бұл 1 жасқа дейінгі балдарға осылай көмек көрсетіледі. Аузында қараймыз, заттың шыққанын көрсек, оны алып тастаймыз. Сонымен қатар айтылатын мәселе, бұл әдіс тек қана 1 жасқа дейінгі балаларға жүргізіледі. Асфиксия үлкен адамдарда, егде жастағы адамдарда болған кезде қалай көмек көрсетеміз? Ең алдымен жәбірленушіге келеміз. Ол жөтеліп жатқан болуы мүмкін, бөгде зат тұр. Ондай кезде бірден кеп арқасынан қақпаймыз. Бұл кезде оның жағдайын керісінше сіз қиын жағдайға ұшыратуыңыз мүмкін. Бөгде зат ол жерде тыныс алу жолында тұруы мүмкін, ол бітеліп қалуы мүмкін. Бұндай кезде егер жөтел тоқтап, керісінше көгеріп, ауа жетпей жатқан кезде бірден жәбірленушінің еңкейтіп, арқасынан қапсыра 5 рет соққы жасаймыз. Содан кейін өзіміздің сол қолымызды жұдырықтап, бас бармағымызды бүгіп, ішке қарай қаратып, оның сыртынан оң қолымызбен тартамыз жоғары қарай 5 рет. Содан кейін осыны қайтадан қайталаймыз. Егерде науқас есін жоғалтып, артериясын ұстағанымызда, пульс болмаса, бұл кезде бірден жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз. Геймлих әдісін нәтиже бермеген кезде. Келесі видеода біз жүрек өкпе реанимациясы туралы айтатын боламыз. Оны жақындарыңызға осы видеоны жіберіп, видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар.